84-ші сабақ өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Бірінші тапсырма. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне қара. Бірінші өрнегіміз 17 қосу, 8 азайту 10. Бірінші қосу амалы, екінші азайту амалы орындалады. Ал енді екінші жақшалы өрнекті қарайық. 80 азайту жақшаның ішінде 90 мен 20-ның айырмасы. Міндетті түрде бірінші жақшаның іші орындалады. Сосын барып сыртындағы амал. Бізде азайту амалы тұр. Келесі үшінші жақшаның ішінде 70 азайту 20, жақша жабылған, көбейту 2. Егер жақша болып тұра көбейту болса да, бірінші жақшаның іші орындалады. Сосын жақшаның сыртындағы көбейту амалы. Төртінші өрнек 45 бөлу 5 көбейту 4. Бөлу мен көбейту кездескенде қайсысы бірінші орналасқан, сол бірінші орындалады. Екінші көбейту. Бесінші 4 бөлу жақшаның ішінде 6 бөлу 3. Жақшаның іші бірінші, екінші сыртындағы бөлу. Алтыншы өрнек 6 бөлу 2 қосу 51. Егер қосу азайту бөлу көбейту кездесіп жатса, онда міндетті түрде бірінші көбейту мен бөлу орындалады, содан кейін азайту мен қосу ретімен. Келесі өрнек 6 көбейту 4 бөлу 8. Көбейту бірінші тұр, сондықтан бірінші орындалады, екінші бөлу. 2 көбейту 2, көбейту 4. 2 көбейту кездесіп тұр, яғни бірінен кейін ретпен орындалады. 9-шы өрнек 15 қосу 15 бөлу 3. Жақша жоқ, яғни бірінші бөлу орындалады, екінші көбейту. Есте сақтайтын ереже мынандай. Жақшасыз өрнектерде жазылу ретіне қарай алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. Оны қысқаша былай жаттап алсақ болады. Бірінші жақшаның іші, екінші көбейту мен бөлу ретімен, үшінші қосу мен азайту ретімен орындалады. Екінші тапсырма. Зерттеу. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектердің мәнін тап. Бірінші, 10 азайту 18 бөлу 6. Әрине, бөлу бірінші орындалады, екінші азайту. 2 қосу 8 бөлу 4. Бірінші бөлу орындалады, екінші қосу орындалады. Ал енді жақша болған жағдайда, жақша бірінші, бөлу екінші. 25 азайту 5 көбейту 4. Бірінші көбейту, екінші азайту. Міне осы ретпен амалдарды орындап, әр өрнектің мәнін табу қажет. Үшінші тапсырма. Амалдарды орында. 400 азайту 100, қосу 200. Бірінші азайту амалы, екінші қосу. 400-ден 100-ді азайтсақ 300, 300-ге 200-ді қоссақ 500. Келесі. 6 бөлу жақшаның ішінде 18 бөлу 6. Жақшаның ішіндегіні бірінші орындаймыз. 18-ді 6-ға бөлсек 3. Енді 6-ны 3-ке бөлсек 2. Келесі 9 көбейту 2 бөлу 3. Бірінші көбейту орындалады, екінші бөлу орындалады. 9 2 18, 18-ді 3-ке бөлсек 6. Тура осылай екінші қатарды толығымен орындап шық. Төртінші тапсырма. Теңдіктер тура болатындай етіп, жақшаларды қой. 10 азайту 2 бөлу 2 тең 4. Ал жақшаны біз азайтуға қойсақ, бірінші азайту орындалады. Сосын бөлу. 10-дан 2-ні азайтсақ, 8, 8-ді 2-ке бөлсек 4. Яғни теңдік тура болды. Тура осылай екінші және үшінші жақшаны қою қажет. Бесінші. Қабырғаларының ұзындығы 6 см және 3 см болатын тіктөртбұрышсыз. Бұл тапсырма үшін міндетті түрде бізге сызғыш және қарандаш керек.
Алтыншы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. Әр өрнектің мәнін табу қажет. 40-ты 5-ке бөлсек 8, 32-ні 4-ке бөлсек 8. Екеуі тең. 35-тен 16-ны азайт, 7-ні 5-ке көбейт. Артық, кем, тең белгісін қойып шық. 7-ші тапсырма. Есепті шығар. Дәріханада күніне 4 құтыдан дәрумендер сатылды. 3 күнде барлығы неше дәрумен сатылды? Бір күнде 3 күн бойы, яғни 3 күннің әр қайсында 4 құтыдан болса, 3 күнде барлығы қанша? Яғни шешуі 4 көбейді 3 тең 12 болады. Яғни жауабы барлығы 12 құты сатылды. Толық жазу қажет. 8-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектердің мәнін тап. Бірінші. 5 көбейту 3 бөлу 3. Көбейту бірінші орындалады, екінші бөлу. Ал енді бірінші амал. 5-ті 3-ке көбейтсек 15. Екінші амал 15 бөлу 3 тең 5. Келесі, екіншісі тура осындай, енді үшінші. Жақшаның іші бірінші орындалады, екінші бөлу. Бірінші амал 8-ді 4-ке қоссақ 12, ал енді 12-ні 3-ке бөлсек 4. Тура осылай, жақшаның іші бірінші, сосын бөлу орындалады. 9-шы тапсырма. Суретке қара. Кәмпиттердің бағасын анықта. Кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы бар ма? Ойыңмен бөліс. Мұқият қараймыз. Сонымен бұл суреттен не ұқсақ болады? Көк кәмпит пен күлгін кәмпитті қосқанда 60 теңге. Көк кәмпит пен қызыл кәмпитті қосқанда 70. Ал енді жасыл, қызыл, сарысын қосқанда 90. Ал енді тігінен көрейік. 2 көк кәмпит пен жасыл кәмпитті қоссақ 90 теңге. 2 қызылды қоссақ 60 теңге. Күлгін мен сарыны қоссақ 70 теңге. Ал енді қайсынан бастап шығарған бізге ыңғайлы? Әрине, мынаны алсақ, себебі 2 қызылдың қосындысы 60. Ал енді 1 қызылды табу үшін біз 60-ты 2-ге бөлеміз. 30. Сонда 30 қызыл түсті. Келесі. Ал енді осы қызылды тауып алғаннан кейін көкті табайық. Көк пен қызылдың қосындысы 70. Көкті табу үшін 70, азайту 30, тең 40. 40 бізде көк. Келесі көкті тауып алдық. Көкті 40 деп қояйық. Ал енді жасылды табайық. 90-нан 2 40-тың қосындысын азайтамыз. Сонда 10 болады. Тең 10. Бұл жасыл. Жасыл. 10. Ал енді сарыны табайық. Сарыны табу үшін біз мына тұсқа қараймыз. Сарыны біз барлығынан жасыл мен қызылдың қосындысын азайтамыз. 10-ға 30-ды қоссақ 40. 90-нан 40-ды азайтсақ 50. Ол сары болады. Келесі күлгінді табамыз. Күлгінді табу үшін 60-тан 40-ты азайтамыз. Тең 20. Ол күлгін. Ал енді тексеріп алайық. Күлгініміз 20 болды. Барлығының таптық. Сонымен 40-қа 20-ны қоссақ 60, 40-қа 30-ды қоссақ 70, 10-ға 30, 40, оған 50, 90. Тамаша. Келесі тігінен көрейік. 40-қа 40, 80, оған 10-ды қоссақ 90. 30-ға 30, 60. 20-ға 50, тең 70. Тамаша. Бұл тапсырма осылай есептелініп шығарылады. Ал енді мына сұрақ, кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы бар ма?
ойыңмен бөліс дейді. Жалпы кәмпиттер тәтті болғандықтан ол қанның құрамындағы көп элементтерді бар деп көрсетіп ағзаны алдайтын элемент болып табылады. Сондықтан және де кәмпит жалпы тәтті заттар ол иммунитетті түсіреді. Сондықтан кәмпиттерді барынша аз жеу керек. Егер мүмкіндік болып жатса, мүлдем жемеген дұрыс. Тағы да басқа жақсы ақпарат болса, міндетті түрде комментарийға жаз. Ал енді саған тағы да бір қосымша ақпарат. Егер адам 10-12 сағат тамақ ішпесе, онда ағзадағы қант мөлшері азайып кетеді екен.